Қайырлы күн баршаңызға. Дәрісіз-ақ иммунитетіңізді күшті қылып көтеретін үй жағдайында смузи дайындайтын боламыз. Міне осындай керемет болып шығады. Ол үшін бізге бір қызылша, шикі, бір алма және сәбіз керек болады. Сәбізімізді дәл осындай бөліктерге турап аламыз және қызылшамызды да дәл солай турап аламыз. Алмамызды да турап алып, ортасындағы дәнегіні алып тастаймыз. Және дайын болған көкөністерімізді ыдысымызға салып, үстінен жылы бір стақан су құятын боламыз. Блендерімізбен жақсылап езіп алатын боламыз. Керемет болып шығады, достар. Видеоны жоғалта алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Дайындап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет болып шығады.